Қарақат өсетін орындары, өзен аңғарлары, орман іші, бүргенді сай-салаларда өседі. Жинау және өңдеу әдісі: тамыр қабығы және жемісі дәрі. Көктемде күзде тамырын қазып алып, қабығын сыдырып тастап, жаңа күйінде немесе турап кептіріп істетеді. Күзде жемісін үзіп алып кептіреді. Қақ қатырады, тосап қайнатып сақтайды. Емдік қасиеті: қышқыл дәмді, жылы райлы, денені қуаттандырып, қанды күшейтеді. Ауырғанды басады, қан қысымы өрлеуін бәсеңдетеді. Қызықты және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Басты ем болатын аурулары және пайдалануы: бірінші, қан қысымын өрлеуін бәсеңдетуге. Қарақат тамыр қабығын лайықты мөлшерде алып, жуып, тазалап, шыны шәугімге қайнатып, күніне бірнеше рет сусын орнына ішеді. Қарақат жемісін қан қысымы жоғарылаған адамдар сарыағаш жемісін өңдеуге ұқсас өңдеп, оны шырынан мәлім мөлшерде алып, қайнаған суға езіп, азырақ шекер араластырып, күніне бірнеше рет ішеді. Сонда қан салқындап, қан қысымының өрлеуі біртіндеп бәсеңдейді. Екінші, ас қорытуға. Қарттар мен жас балалардың ас қорыту жүйесінің әлсіздігінен ас қорыту төмендегенде, мысалы сасық кекірікке, асқазанға ас топталу сияқты, қарақат қағын немесе тосабын қайнаған суға езіп, тамақ артынан 100 мг ішеді. Үшінші, буындардың жедел қабынуына. Қарақат тамыр қабығы 15 грамм, сары ағаш 9 грамм, сайсағыз 15 грамм, шыңжиян ағаш шырмауы 9 грамм, шикі жемжеміл 3 грамм суға қайнатып ішеді. Төртінші, дизентерияға. Қарақат 15 грамм, қарандыз 9 грамм, жербояу 9 грамм, қызыл мия 3 грамм суға қайнатып ішеді. Бесінші, әйелдердің бойы бұзылғанда. Қарақат тамыр қабығы 15 грамм, қызыл шұғынық 15 грамм, гүлбуын 15 грамм суға қайнатып күніне 2 рет ішеді. Істелу мөлшері 9-15 грамм. Басты құрамы: құрамында үшқыш май, аз мөлшерде жұмсартқыш зат В, П витаминдері бар. Видео пайдалы болған болса, онда туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына ие екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.